Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен салмасына алма және сүзбе қосылған, үстінде осындай безесі бар өте нәзік дәмді пирог пісіреміз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Қанша грамм керек екенін төменге жазып кетем. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Оның үстіне май саламыз. Майымыз өте жұмсақ болмау керек. Сонан соң сметана, жұмыртқа салып қамыр илейміз. Бізде екі түрлі салма болады. Бірінші жұмыртқа, крахмал, творог, қант. Ол төртеуін блендерден өткіземіз, ал екіншісі алма, крахмал және қантты қасықпен осылай қолмен араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай масса болады. Енді творожный массамыз жұмыртқа, крахмал, қант және творогты араластырып блендерден өткіземіз. Енді қамырымызды холодильниктен алып, осылай қолмен жайып шығамыз. Оның үстіне творожный массамызды құямыз, жағып шығамыз. Оның үстіне алмалы массамызды салып шығамыз, қасықпен саламыз. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған духовкада жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пісуге 10 минут қалған кезде біз 4 жұмыртқаның ақуызын және қантты араластырып, беземізді дайындаймыз. 10 минуттан кем араластырмаймыз, ол осындай қатты масса болады. Пирогымызды аламыз, ал духовканы 160 градусқа дейін төмендетіп қоямыз. Сонан соң беземізді осылай салып шығып, духовкаға қайтадан салып аламыз. Қызарғанша саламыз. Шамамен 10 минут. Мінекей біздің пирог дайын болды. Оны суыған соң ғана кесеміз. Мінекей осындай жұмсақ